Екі вектордың арасындағы бұрышты қалай есептейміз? Ол үшін косинустар теоремасын қолданамыз. Косинустар теоремасын еске салайық. Кез келген үшбұрыш берілсе, ол үшбұрыштың екі қабырғасы және ол екеуінің ортасындағы жататын бұрыш белгілі болса, екі қабырғасы және осы екеуінің ортасында жататын бұрыш белгілі болса, онда үшінші қабырғасын тауып беруге болады косинустар теоремасы арқылы. Ол қалай табылады? Осы үшінші қабырғаның квадраты тең болады. Мына екеуінің квадраттарын қосамыз. Азайтамыз екі еселенген көбейтіндісін екеуінің. Осы екеуінің арасындағы бұрыштың косинусына. Сондықтан ол косинустар теоремасы аталады. Енді қараңызшы. Мына екеуінің квадраттары деген сөз мына қабырғалардың ұзындықтарының квадраты. Яғни мына А, Б және мына X олардың барлығы не? Олар ұзындықтар. Ұзындық, яғни сантиметрмен өлшенеді. Мысалы X, мысалы айталық, бізде 4 сантиметр, мына жер бізде 6 сантиметр, мына жер бізде 30 градус болатын болса, онда біз мынаны тауып бере аламыз деген сөз. Түсінесіз ба? Яғни мынаның ұзындығын тауып бере аламыз деген сөз. Сондықтан мынарда А, Б ол нелер? Олар ұзындықтар. Яғни ұзындық деген сөз нелер? Олар сандар, скалярлар. Иә? Енді бізде екі вектордың арасындағы бұрыш деген сөз, біз А мен Б-ны вектор сияқты қарастырамыз. Яғни А мен Б-ны вектор сияқты қарастырамыз деген сөз қалай? Олар сан емес, олар бізге векторлар болып көрінеді. Векторлық шама болып көрінеді. Сондықтан мен мынараға А, Б-ның орнына сан алу керекпін. Косинустар теоремасында мыналардың барлығы сандар. Ал егер мен А, Б-ны вектор қылып жүрсем, мысалы менде А векторы және Б векторы берілсе, онда мен олардың ортасында жатқан бұрышты тауып бере аламын. Қалай тауып бере аламын? Мына косинустар теоремасын қолданайық. Егер А мен Б берілсе, онда мына жер не болады? Мына жер бағытқа байланысты. Мына жер А минус Б немесе А плюс Б болады. Неге? Өзіңіз ойлаңыз, егер мен бағытты былай қойсам, онда векторларды қосу ережесі бойынша мынаған барып, егер мынау жалғанса, онда мынау екеуінің қосындысы болады. Мына Б мен мына жердің қосындысы болады. Яғни Б-ға мына векторды қоссақ, А шығады. Яғни А тең болады, Б қосылған, мынау не болады? Қандай да бір мысалы X па, X вектор деп алатын болсақ, Б-ға X-ті қосқанда шығады. Сонда X дегеніміз не? Сонда X дегеніміз бізде Б-ны ары қарай жіберіңіз, сол кезде А минус Б болады. Егер сізде мынада бағытты керісінше былай қаратып қоятын болсаңыз, төмен қаратып, онда сіз А-ға мынаны жалғадыңыз, сол кезде Б шықты. Яғни А-ға қостыңыз X-ті, сол кезде X емес, уже X-ке кері вектор болды. Мына X пен мына X өзгеше. Б шықты. Сол кезде мына А-ны лақтырып жіберсеңіз, сонда X тең болады Б минус А. Яғни мына X векторы бағыты былай болса Б минус А болады, бағыты жоғары болса А минус Б болады. Бұны жазып қойық. Бәрібір бағыты маңызды емес бізге мына жағдайда А минус Б векторы деп қойық. Енді қараңыз. Мына формула келетін болсақ, мынада X квадраттар. X квадрат менде мына А минус Б-ның квадраты. Яғни А минус Б-ның өзі емес, А минус Б-ның ұзындығының квадраты деген сөз. А минус Б-ның ұзындығының квадраты. Біз бұл туралы айттық. Ұзындықтың квадраты және вектордың квадраты. Олар бірдей деп, соны қайтып қарап алсаңыз болады. Ол неге тең болады? А квадрат қосу Б квадрат. Мынаның ұзындығының квадраты. Яғни ұзындығы деген сөз. Вектордың ұғымында ұзындық деген модуль. Бірақ модульдің квадраты мен жай А вектордың квадраты екеуі бірдей. Ол туралы айтқан болатынбыз, Б-ның квадраты немесе Б-ның ұзындығының квадраты. Мыналар ұзындықтар деп айттық. Б-ның квадраты. Азайтылған екі еселенген А мен Б-ның ұзындығының көбейтіндісі. Сондықтан мынада модуль А мен модуль Б болады. Бұл жерде мен модульді алып тастай алмаймын, себебі квадрат жоқ. Ал квадрат болмаса, жай А мен модуль А олар тең емес. Себебі вектор мен оның ұзындығы екеуі тең емес. Вектор деген ол векторлық шама, ұзындық ол скалярлық шама. Вектор мен скаляр бір-біріне тең болмайды, Көбейтеміз косинус арасындағы мына ортасындағы бұрыш альфаға. Енді біз осы косинус альфаны есептеп алу керекпіз. Косинус альфаны есептеп алу керекпіз. Ол үшін А қосып Б-ның квадратын кәдімгідей ашайық. А квадрат қосылған 2АБ. 2АБ мынарда қараңыз. Мына АБ мен мына АБ-ның айырмашылығы бар. Ұзындықтардың көбейтіндісі, мыналар скалярлардың, вектордың скалярлық көбейтіндісі, біз вектордың скалярлық көбейтіндісі туралы айттық алдыңғы сабақтарда. Бұлай болады. Мынарды кешіріңіз, мынада минус екен ғой менде, сондықтан мынарда қосу емес, мынарда азайту болады. А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат
тең болады а квадрат қосылып б квадрат минус 2а-ның ұзындығы және b-ның ұзындығы көбейтілген мына косинус альфаны қызылмен жазайын, себебі біз осыны табу керекпіз. Енді қараңыз, егер мен мына а квадратқа қарай жіберсем, олар бір-бірін жояды. Минус а квадрат болып, плюс б квадратпен мынау былай қарай шықса, минус б квадрат болып жояды. Сол кезде мынада минус 2аб, мынада минус 2аб косинус альфа қалды. Барлығында бөліп тастайық минус 2-ге. Минус 2-ге. Сол кезде мынада жай аб-ның скаляр көбейтіндісі қалады. Тең болады, мынада аб-ның ұзындықтарын көбейтіндісі қалады. Көбейтілген косинус альфаға. Және мына косинус альфаны табу үшін екі жағында мына аб-ның ұзындығына бөліп жүрсем, косинус альфа тең болады. Мынарда аб-ны ұзындығы бөлсем қалмайды. Мынарда аб-ның скаляр көбейтіндісі бөлінген аб-ның ұзындықтары болады. А-ның ұзындығы көбейтілген b-ның ұзындығы. Яғни бізде формула шықты. Егер мен екі вектордың арасындағы бұрыш тапқым келсе, мен олардың арасындағы бұрыштың косинусын тауып бере аламын. Ол үшін оларды скаляр көбейтемін де, ұзындықтарының көбейтіндісіне бөлем. Сол кезде арасындағы косинус шығады, сосын мен сол косинусқа байланысты ол бұрыш тауып бере аламын. Мысалы, егер маған аб векторлары айталық былай берілсе, мысалы, қалай беруге болады? 2-да минус 1 деп берілсін. Және мына арада берілсін бізде қалай? 3 және айталық минус 2. Немесе 3-та 2 дейді. Енді, осы екінің арасында бұрыштың косинус табу үшін біз жазамыз. Косинус альфа тең болады. А мен b-ны скаляр көбейту керек. Скаляр көбейту деген сөз x-ін x-на көбейту, сосын y-ін y-на көбейту, сосын екеуін қосу. Мысалы, 2 мен 3-ті көбейтсеңіз 6 шығады. Минус 1 мен 2-ні көбейтсеңіз минус 2 шығады. Осы скаляр көбейтінде, яғни 4 шықты. Ұзындық деген сөз олардың квадраттарының қосындысы түбірдің астына. Мысалы, 2-ның квадраты қосамыз минус 1-ның квадратына. Бұл а-ның ұзындығы. Бұл а-ның ұзындығы. Және b-ның ұзындығы өзінің координаттарының квадратта қосасына. 3-дің квадраты қосамыз 2-ның квадратына. Енді қараңыз, 2-ның квадраты 4, 1-дің квадраты 1, 4-ке 1 қосақ 5, яғни түбір асты 5 шықты. 3-дің квадраты 9, 2-ның квадраты 4, 9-ға 4 қоссақ, түбір асты қанша шығады? 13 шығады. Енді мынарда 4 бөлінген 5 пен 13-ті бір түрге көрсек, түбір асты 65. 4 бөлінген түбір асты 65 шықты косинус альфа. Демек, альфа бізде косинус альфа. Мынаған тең болса, альфа арк косинус 4 бөлінген түбір асты 65. Түбір асты 65, түбір асты 64 ол шамамен түбір асты 64 8 болса, түбір асты 65 шамалы 8 бүтін 8-ден сәл үлкен сан болады. Енді 4-ті 8-ден сәл үлкен санға бөлсек, немесе 4-ті 8-ге бөлсек, ол шамамен 0,5 шығады. Ал 0,5 деген сөз, косинус ол 2-ден 1-ге қай уақытта тең болады? Косинус 2-ден 1-ге 60 градусқа тең болады. Сондықтан бұл шамамен 60 градус. Яғни, егер екі вектордың координатасы былай болатын болса, олардың арасындағы бұрыш шамамен 60 градус болады. Немесе оны осы формулямен есептеуге болады.